Ассалаумалейкум қазақ елі, қалайсыңдар? Сіздермен бірге болған бұл мен Елнар Қазақ. Бұл бізде рубриканың аты Помыждың өмірі 3-ші сериясы. Қош келдіңіздер, жаңадан келіп жатқандар. TikTok каналға және YouTube каналға подписаться етейік. Бүгінгі видеода біз қазір бірінші сіздерге біздің армияға жаңадан машина қосылған болатын, соны көрсетейін. Сендей сұлу бар екенін түсінбеген балдай тәтті ыстық қызыл тіліңмен деп қуып кетсең, в общем, қазір нормально қосам. Тухтой бат, секси аппарат, сүйінен киловатт, ватсайда танцпол. Тухтой бат, секси аппарат, сүйінен киловатт, ватсайда танцпол. Қалай болды обзор деп. В общем, достар, осындай. Және де мен өзіме бір личный кар алған болатым. Машина кар деп жазамыз. Вот, приора. Бұғымыздың өміріндегі алғашқы машинам. Және де армиядан көп ақша табуға болады. Солай мен тез дамып жатырмын. Уже 500 мыңға жеткем. Және де осыны қымбат қалдым мен 400-ге ма, жоқ. 400-ге алыппын. Өйткені үстіне 100 мың қосылды. Өйткені бұда спорт дрифт бар, және full фар, және де дискалар бар, еще пробег аз. Сондықтан осындай қымбатқа сатты. Нормально ақша бар болсын алдым. Мен 500 мың бар болған. Осылайынан осы машинаны алған болатын. Қазір кішігірім осы приораға да бір обзор түсіріп жіберейін. Достар, сіздер жаңадан шыққан киноны қайдан көремін десеңіздер, яғни мына экранда көріп тұрғандарыңыздай, осындай жаңадан шыққан Ұлы дала таңы, Досмұқан, Субирак, Ренте деген көп жаңа родной дегендей осындай киноларды қайдан көремін десеңіздер, осы телеграм каналда бар. Поискқа телеграмға кино қызықта деп жазсаңыздар шығатын болады. Или болмаса осы видеоның астына описанияға ссылкасын қалдыратын боламын сол каналдың. Бағана айтып өткенімдей, достар, қалай ақшаны армиядан көбірек табуға болады. Яғни дежурныйға келесіздер, армиядағы задание алатын жерге дежурныйға. Бұны істеу үшін сіздер форумнан көтерілетін боласыздар, рангты. Ал обычный көтерілем десеңіздер, бұны істемей қойыңыздар. Армейский баруын таңдаймыз, дежурныйдан заданиядан қызылды. Соң кейін далаға шығамыз, автопаркқа барамыз қазір. Кеңес бермеймін, анандай осы дежурныймен ойында көтерілетін рангты ойында көтеретіндерге предлагать етпеймін бұны. Ал форуммен көтерілетіндер ранг, соларға предлагать етемін. Және де автопарктан осы КамАЗ аламыз, соң осы яқтан кетеміз. Жолды үйреніп алыңыздар, жақын болу үшін. Сосын осы яқтағы бір меткаға келеміз, машиналарымызды жауап саламыз, осы жердегі адамдар алып кетпеу үшін. Келесіздер. Осы яққа меткаға келесіздер. Метка жоқ болса, чатта көріп тұрғаныңыздай F-point деген команданы жазып, метканы шығарып алсаңыздар болады. Сосын қайта машинамызды ашамыз. Жақындайық. Ашамыз, потом артқа қайтамыз. Кеттік. Айтпақшы, мен капитан болдым. Алдында айтқандай. Капитан өте күшті. Сіздерде тез көтеріліп алыңыздар. Форуммен көтерілсеңіздер өте оңай. Оны видеоның соңында үйрететін болам, форуммен көтерілді. Ал ойыннан көтерілем десеңіздер, бұны істемеңіздер. Өйткені неге айтайын ба? Өйткені сіздердің көтерілген зат очколарыңыз бірақ түсіп кетеді. Сосын сондай болады. Ой, метка алмай қалдым. Метканы аласыздар, сосын чатта шығады, дежурныйға бар деп. Сосын дежурныйға барамыз, басамыз. Енді біздің раздевалка барамыз. Раздевалка деген киім ауыстыратын жерге. Сосын аяқта метка тұрады. Метка шықпаса, бағана айтқандай, сол команданы жазасыздар. F-point деген. Осылай меткаларға барып шығасыздар. Все болды, 20 мың сюда.
Потом экинчи задание көрсөтейин. Ол экинчи задание оңайыраак, далага чыкпайсыздар, дежурныйга келесиздер. Сосын задание деген разделди ачасыздар. Барыйка, армейский барыйка деген тандайсыздар. Биз багана армейский барон дегенди орындадык. Сосын складка киресиздер, назатты жасылга коесуздар. Вот все. Енді біз қайтын шығамыз. Бағанағы ұқсас, бірақ палатаға барамыз. Ал анада далаға және складқа. Вот, осылайынан меткаларға қойып шығамыз. Бағанадай. Вот. Так. Тағы на жаққа. И на жаққа. Все болды 20 мың. Осылай ақшаны таба бересіздер. Әрбір 30 минут сайын бұл заданиялары беріліп отырады, ашылып. Достар, енді сіздерге форумнан қалай заявление істеуге болатынын көрсетейін. Googleға енсі Яндекс браузерге кіресіздер. Сосын форум, Благраша форум деп жазасыздар. Сосын өздеріңіздің любой серверлеріңізді таңдайсыздар. Бізде бомжың өмірі бұл 34 сервер Новосибирскте болады. Және армияны таңдаймыз. Сосын бұл жақта бізде правилалар тұрады. Және де система оповещения деп тұрады. Вот, осыны ашасыздар. Және осы жақта сіздерге задание беріледі. Вот. 4-5 дегенде, 5-6 дегенде рангтарға заявлениеге заданияларды беріп қойған полковниктар, лидерлер. Сосын астына түсесіздер тағы да. Астына түскенде заявление на повышение деп тұр. Соны басасыздар. Сол жерге заявление қалдыратын боласыздар. Вот, осы жақта заявлениелерді міне адамдар қалдырған. Сосын ең астына түсесіздер. Сосын соңғы страницаға өтесіздер. Қазір вперед деген көріп тұрғандарыңыз сай. Сосын мына жаққа напишите ответ деген жерге жазасыздар заявлениеларыңызды. Вот, осындай. Сосын қалай скриннің ссылкасын алуға болады дегендер, Play Marketке осылай upload фото дейсіздер. Сосын астыға түсесіздер. Сосын осындай программа тұрады, осыны установить етіп алсаңыздар болғаны. Сосын сол программаға кіріп, оң жағасындағы жасыл кнопканы басамыз. Достар, заявление жазуды үйреніңіздер деген ойдамын. Осымен видео соңына да жетті. Арнаға тіркеліп, лайк басайық, просмотр көбейтейік, комментарий жазайық. Сау болыңдар. Fuck охуенный патикус, секси Мазерати, қаятырдыр танцпол, қарақтада краш вол. Fuck охуенный патикус, секси Мазерати, қаятырдыр танцпол, қарақтада краш вол. Fuck тоқтай баткус, секси аппарат, сүйінен килобат, уатсайда танцполға. Fuck тоқтай баткус, секси аппарат,